Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті мен оқырмандарым. Бүгінгі видеода сіздер барлығыңызға тегін ақшалай сыйлық ала алатын боласыздар. Оның үшін описаниеге өтіп, барлық ақпаратты оқып, шарттарды орындаңыз. Және де бүгін сіздерде оңай тест арнасы. Бізде осындай және тағы да басқа пайдалы ақпараттар өте көп. Қайырылып қойғыңыз келмесе, тез тіркеліп өтіңіз. Ал енді біз бастаймыз. Біздің бірінші тапсырмамызда ориентир дегеніміз не деп аталады? Ориентир дегеніміздің не екені кітапта жазылған. Ориентир ол молекула құрамында бензол сақинасы бар. Жалпы формуласы SN2N-6 деп аталатын осындай формула болатын көмірсутектер. Яғни олар ароматты көмірсутектер деп аталады, себебі оларда бір белгілі бір иіс бар, бірақ та олардың барлығында иіс болмағанмен де сондай бір атау дәстүрлі ретте қалыптасып қалған. Екіншіміз, берілген көмірсутектерден осындай ароматты көмірсутектерді табыңдар деген осы формулаға сәйкес келетін көмірсутектерді тізіп жаздық. Мысалға 9 көбейтілген 2 18, 18-ден алтыны айтамыз 12, бір-біріне сәйкес. Барлығы да сондай. Енді келесі сұрақ, үшінші, бензолдың толық жануының теңдеуін жазыңдар және осы теңдеудегі коэффициенттердің қосындысын есептеңдер. Мен сіздерге таза оттекте толық жануын жазып қойдым. Енді бұл жерде коэффициенттерін санасақ, мұнда 17, мұнда 18. 18 плюс 17 тең болады 35. Ары қарай бензиннің құрамы неге тек бензолдан тұрбайтынын түсіндіріңдер. Бұл себебі бензол өте улы, сондықтан оның құрамы мөлшері 1%-дан артпайды. Ал бесіншіде осындай бір реакцияларды жүргізу үшін теңдеулер жазыңдар деген біз көріп отырғандарыңызда сіздерге барлығын түсінікті етіп жаздық. Яғни 1500 градустық қыздырғанда осылай бізде ацетилен, кейін бензол, кейін көмірқышқыл газы. Мұнда да кальций карбиді, кейін бұл жерде ацетилен, кейін бензол және де күйе. Бұның барлығы сіздерге өте оңай түрде солай жазылды. Көрсеңіздер болады. Ары қарай кеттік. Бірінші есеп жалпы есепті өтініш көшіріп қана қоймаңыздар, түсініп алыңыздар, сол кезде өздеріңізде шығара аласыздар. Ацетиленді дримерлеу арқылы 390 грамм бензол алынды дейді. Өнімнің практикалық шығымы 80%-ге тең. Реакцияға түскен ацетиленнің көлемін қалыпты жағдай бойынша есептеңдер. Жалпы дримерлену дегеніміз оны 3 еселену деп айтсақ болады. Енді бұл жерде С6H6 бөлінді. Біз бұны 390 грамм. Егерде алдында 3 коэффициент тұрғандықтан, оны біздің қалыпты жағдайдағы 22,4 литр деген 8-ші сыныпта өткен бойынша соған 3-ті көбейтеміз. Егерде 67,2 литр біздің С6H6-ның молекулалық массасының, салыстырмалы молекулалық массасының 78 граммына тең болса, онда X литріміз 390 граммға тең болады. Онда олай болса, X литр қандай екен? Пропорцияның қасиеті бойынша пропорция құрамыз кейін 336 литр. Бізде 80% практикалық шығым. Яғни бұл бізге уже деп айтайық, кешіріңіздер, орысша болса да 336 бұл 80%, онда қатысқан 100% қанша? Ол 420 литр. Енді ары қарай екінші есеп, ауамен салыстырғандағы тығыздығы 4,13-ке тең болатын бензол гомолон құрамында 90% көміртек бар. Қосылыстың формуласын табыңдар. Енді қосылыстың формуласы бізде осы формулаға сәйкес келу керек. Ориентирдің формуласына. Енді бұл жердегі шешу. Біз алдымен осы SYH деген формуланың молекулалық массасын оны 2-ге көбейтеміз. Ауа 4,13, әлбетте 2-ге көбейтіп. Кешіріңіздер, бұл жерде 29-ға көбейтіледі. 2 деп мұнда қателесіп жазып кетіппін. Бізде ауаның тығыздығы негізі өзінікі 29. Ұмытпаймыз, сондықтан оны 120 деп жоқтап аламыз. Қателеспейміз, оқушылар. Енді егерде бізде көміртек бізде 90% болса, әлбетте сөйтсек ол 10% болу қажет. Онда X бөлінген екеуінің қатынастарында пайыздарын олардың
атомдық массаларына бөлгенде 90 бөлеміз 12, 10 бөлінген 1. Сол кезде осындай болады. Бізде бүтін сандарға жету үшін ең кішісін әрқайсысына бөлеміз. 7,5 7,5-ға, 10-ды 7,5-ға бөлгенде 1, 1,3. Және де бүтін сан шыққанға дейін көбейтеміз. 3-ке көбейткен кезде шамамен бізде 3,9 болады. Біз оны жуықтап 4 деп ала саламыз. Және де мұнда 3 болады. Енді бізді мұнда n деген қанша рет еселейтініміздің белгісі. Сонда жаңағы тапқан 120-мызды 2-ге көбейтпейміз. Ол 2-ге көбейту ауа қатысы жоқ сусек бойынша болған кезде ғана 2-ге көбейтеміз. Естеріңізде сақтаңыздар, жарай ма? Есте. Және де осыны өзінікіне бөлеміз. 12-ні, яғни 12-ні 3-ге көбейтіп, оған 4-ті көбейткен кезде 40 шығады. Мұнан қалай шықты деп айтып жатсаңыздар. Сол кезде 3, яғни осыны 3 рет көбейтеміз. Сонда S9H12 деген бізде формула шығады. Ал енді оқушылар, сіздерге бүгінгі тақырып пайдалы болды деген ойдамыз. Бізге тіркеліп өтіңіздер, еңбекті бағалаңыздар. Бұны бәрі өте үлкен уақытты күш-жігерді талап етеді. Сіздер үшін барым салып, тегін түрде ғана біз ұжыммен еңбек етудеміз. Және де ақшалай сыйлықтарыңызды ұмытпаңыздар. Описаниеге өтіп, барлық ақпаратты оқып, шарттарды орындаңыз. Және де өтініш бізді қолдаңыздар. Достарыңызға жіберіп, лайкты басып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет айтамын. Келесі көріскенше сау болыңыздар.